Мейірімді, рахымды Алланың атымен бастаймын. Содан адамзаттың өзге жаратылыстардан артықшылығын және жердегі Алланың өкілі болуының хикметін ұғындыру үшін адамға барлық нәрсенің атауын мән-мағынасымен қоса үйретті. Артынша оларды періштелерге көрсетіп, қане, айтқандарың рас болса, маған мыналардың атауларын айтып, мән-мағынасын түсіндіріп беріңдерші деді. Сонда періштелер өздерінің шарасыздығын мойындап, сен мінсізсің, ұлысың, біз өзің үйреткеннен басқаны білмейміз. Шүбәсіз сен барлық нәрсені толық білетін шексіз ілім иесісің. Әр ісің мен әрбір үкіміңе талай хикмет болған асқан даналық иесісің деді. Сонда Алла адам баласының артықшылығын паш ету үшін, уа адам, оларға мыналардың атауларын айтып, мән-мағынасын түсіндіріп бер деп бұйырды. Сонда адам періштелерге олардың атауларын айтып бергенде, Алла періштелерге, мен сендерге 7 қат көк пен жердегі ғайыптың бәрін білемін. Сондай-ақ сендердің нені жария етіп, нені іштеріңе бүгіп, жасырып жүргендеріңді де жақсы білемін деп айтпап па едім, деді. Сөйтіп періштелерге адамның ілімін, артықшылығын және Алланың жер бетіндегі өкілі болуға әбден лайықты екенін мойындап, адамға сәжде етіңдер деп бұйырдық. Олар сол мезетте жаппай сәжде етті. Алайда ібліс тәкаппарлығы ұстап сәжде етуден бас тартты. Сөйтіп кәпір болып шыға келді. Содан соң біз, уа адам, жұбайың екеуің жәннатқа мекендеңдер. Әрі ондағы нығметтерден қалағанша жеңдер. Тек мына ағашқа жоламаңдар. Әйтпесе өз-өзіне қиянат жасайтын залымдардың қатарына қосыласыңдар дедік. Ақыры шайтан оларды тыйым салынған ағаштан жегізіп сүріндірді де нығметке толы мекендерінен шығарып тынды. Біз оларға біріңе бірің дұшпан болған күйде жер бетіне түсіңдер. Жерде сендер үшін белгілі бір уақытқа дейін тұрақтайтын мекен және игіліктер бар дедік. Пұшайман болған адам Раббысынан аян етілген бір қатар сөздерді жүрегімен қабыл алып, солармен тәубе етті. Сөйтіп Раббысы оның тәубесін қабыл алды. Шүбәсіз ол тәуәп, құлдарының шынайы тәубелерін қабыл етуші, рахим. Әсіресе тәубе етіп өзіне бет бұрған мүмин құлдарына ерекше мейірімді. Біз оларға жұмақтан түгелдей жерге түсіңдер. Менен сендерге міндетті түрде тура жол көрсететін пайғамбар һәм кітап келеді. Кімде-кім менің тура жолымды басшылыққа алса, олар үшін ешқандай қорқыныш жоқ, һәм олар әсте жабықпайды дедік. Ал күпірлік қылғандарға һәм кітаптағы аяттарымызға әрі болмыстағы және өз бойларындағы ақиқатты көрсететін айқын дәлелдерімізге сенбегендерге келсек, олар тозақтықтар, олар сонда мәңгі бақи қалады. Ей Исраил ұрпақтары, сендерге берген нығметтерімді еске алыңдар, маған берген уәделеріңді орындаңдар. Мен де сендерге берген уәдемді орындайын және менен ғана қорқыңдар.